Қазақтар Нұрсұлтан Назарбаев деген өліп қапты. Соны енді сол өлген Назарбаевтың өлігін апарып Алматыда соққан жаңа крематорий бар ғой, адам өртейтін, сол жаққа өртейді екен. Соған қазір Назарбаевтың артынан қалған жаңағы дүние мүлікке оның бала шағасы, туған туысқандар таласып, бір-бірінің етін жеп, солай болып атқан екен десем қалай болады, ағайындар? Айтыңдаршы өздерің. Ағайындар, қазақтар, Алматыда крематорий соғылды. Енді бүкіл Қазақстан бойынша крематорий соғайын деп жатыр Тоқаев, Назарбаев, потому что өлген өліктердің барлығын сол жаққа өртейтін болады, яғни қазақтарды өртейтін болады. Соған енді мен Қазақстанда өмір сүріп жатқан мұсылман бауырларымыз ба, соларға сұрақ қойыңызшы, не айтасыңдар сендер? Ол дінге қарсы нәрсе емес па ол? Қалай ойлайсыңдар? Одан кейін ол жаңағы айтқан кезде 2022-де қаңтарда халыққа оқ атып қазақтарды өлтірді Тоқаев. Енді сол өлген адамдарды қаяққа көмерін білмей, қайда жасырарын білмей, айтыр үйтіп жоқ қылды оларды. Жаңа өлген өліктеріне. Сол сияқты ертең тағы бір қазақтарды оқ атып өлтіретін болса Тоқаев, қайда жасырам деп ойланбайды да ол уақытта жаңа өлген өліктер. Сол крематорияға апарып, өртеп, жоқ қылып, яғни ізін қалдырмаудың амалын істеп жатыр. Тоқаев өзінің яғни көтін ойлап отыр ғой. Одан кейін жердің барлығын Тоқаев, Назарбаев сатып жатыр ғой. Қытайға, Ресейге сатып жатыр. Енді қараңыздар. Осы мәселе бойынша жердің бәрін сатып, жаңағы адамдарды жерге көмбеудің амалы ғой, общемше, жаңағы жерді экономдау, сату, ақша істеу, ұрлау, тонау. Тоқаев, Назарбаевтың істеп жатқан тірлігі. Сол үшін яғни адамды жерге көметін болса, сол үшін молла деген жер бар ғой, сол үшін адамды көметін жер. Сол жақта адамдарды көп көметін болса, жердің бәрін алып қояды. Одан кейін оның ағайын туғандары, ол жаңа қайтыс болған азаматтардың туған туысқандары жаңа жерді сатуға мүмкіндік бермей, кедергісін келтіру мүмкін. Сол үшін кедергісін келтірмеу үшін, яғни ол Тоқаев, Назарбаевқа жаңағы өлген өліктерді крематорияға өртей салған жақсы да, ал жаңағы адам жерлейтін жерлердің бәрін Қытайға, Ресейге, шетелдіктерге сату. Сөйтіп миллиардтаған ақшаны ұрлау, тонау, халықты кедей құл қылу. Сол үшін қазір қазақтар бірігейік, ауызбіршілік керек бізге. Жапония сияқты иншаллах дамыған мемлекетті құрамыз Қазақстанда, иншаллах. Алға Қазақстан. Қолдаңыздар бір-біріңізді, мені де қолдаңыздар.